Сәлем достар, біз бүгін осы уақытқа дейін планетамызда қарапайым туристерге баруға болмайтын құпияға толы орындар жайында айтатын боламыз. Ол жерлер биік қоршаулар мен күзет бекеттерімен қорғалады. Тек сол жердегі қала тұрғындары ғана білетін ерекше қорғалатын әлемдегі ең құпия 7 қала туралы бөлісетін боламын. 7-ші орында Сан-Педро-Сула, Гондурас, жер бетіндегі ең қауіпті қала қатарында. Сыртқа шыққан адамның тірі оралмау ықтималдығы 65%-ді құрайды. Бірнеше жыл қатарынан қала тіпті Мексикалық Сьюдад Хуарес қаласынан кісі өлтіру деңгейі бойынша басып озды. Сан-Педро-Сулада қылмыс серкелері жұмыс істейді, ал Испанияға жіберу үшін алтын құймалары құйылған кезде атыс шабыстың нағыз көкесі басталды. Қарақшылар қазынаны бірнеше тонаған соң қала қазынасымен жағалаудан алыс жерге көшіруге тура келді. Қала Кариб теңізінен 60 км жерде орналасқан. Тонаушылар салдарынан ең ерекше қорғалатын қалаға айналды. 6-шы орын Приозерск, Қазақстан. КСРО ыдырағаннан кейін де Приозерск жабық қала ретінде өзінің мәртебесін жоғалтпаған. Приозерск Қазақстанның Қарағанды облысында орналасқан және Сары-Шаған әскери полигонының әкімшілік орталығы болып табылады. Шын мәнінде қала бетпақ-дала шөлінде, Қоржынтүбек түбегінде орналасқан. Қаланың жабық болу себебі баллистикалық зымырандарды ұстауға арналған зымыранға қарсы жүйелерді сынау үшін әскери полигон ретінде әлі пайдаланылуда. 5-ші орында Магадоши, Сомали. Азамат соғысы 20 жылдан астам уақытқа созылған ең қауіпті елдердің бірі және билік мемлекеттің көп бөлігін мүлде бақыламайды. Магадошиға кез келген көрші елден ұшып шекара арқылы баруға болады. Әрине, толық тексеруден кейін бірнеше жол тосқауылдарына қарулы сарбаздарға дайын болу керек. Бұл елде әуежай ең қауіпсіз орын болып саналады, бірақ Сомали тек 6 елмен әуе қатынасыны орнатқан. Магадошиге туристер сирек келеді. Әдетте олар әуежайдағы қонақ үйлерге орналасады және жергілікті гидтер мен қарулы күзетшінің арқасында ғана жарты күн қаланы аралай алады. Кешкі сағат 4-ке дейін оралу өте маңызды. Өйткені жол тосқауылдары келесі таңға дейін жабылып қалады. Әскерилердің күзетінің уақыты біткен кезде қорқынышты фильмдегідей қараңғы түскенде ешкімді қорғамайды. Бір кездері Магадоши бейбіт тұрғындары мен романтикалық көшелері бар әдемі жағалауда орналасқан еді. Ал қазір соғыстан қираған үйінді қала. Бір жыл ішінде елге 18 мыңнан аспайтын турист келеді. Бірақ олардың қаншасы үйге аман-есен оралады, ол жағын статистика үнсіз. 4-ші орында Ашхабад, Түркменистан. Бір кездері КСРО құрамына кірген бұл республика қазіргі әлемдегі ең жабық ел болып саналады. Оған гидтер мен арнайы топтары бар туристер де кіре алмайды. Елге келуге тек аккредитацияланған туристік фирмалар ғана рұқсат алған. Оларды ресми түрде шақырып, арнайы виза береді. Солтүстік Кореядағыдай бақытты өмірді ғана көрсетеді және арнайы жерге ғана апарады. Рұқсат етілген жерде өмір сүруге де болады және шетелдіктердің көзіне жасанды өмірді ғана көрсетеді. Айтпақшы, Түркменстанда ел азаматтары үшін көптеген таңғаларлық тыйымдар мен шектеулер бар, әсіресе әйел адамдарға қатысты. 3-ші орында Мекке, Мәдина, Сауд Арабиясы. Бұл сәулет жағынан да, тарихи мұра жағынан да ерекше қалалар. Алайда бұл қалалар қажылыққа баратын мұсылмандарға ғана машық, ал қалған адамдар үшін Сауд Арабиясының бір бөлігі бір жолата жабылған. Экономикалық жағынан бұл бір түрлі болып көрінеді, өйткені туризм арқылы көп ақша табуға болады. Бірақ мұнда ақша маңызды емес. Алайда бұл ғаламның құпияларының мұсылман халқына ғана тиесілі деп санайды. Фотосуреттердің, деректі фильмдердің, кітаптардың және туристік нұсқаулардың арқасында әлемдегі әрбір адам Мұхаммед пайғамбар өмір сүрген Мекке немесе Мәдинаға қарап, ұлы Қағбаның, қара текшенің, исламның сиқырлы орталығының қай жерде тұрғанын біле алады. Сонымен қатар әлемдегі ең үлкен мешіт Әл-Харамды да көре алады. 2-ші орында Пхеньян, Солтүстік Корея. Бұл ел көптеген адамдар үшін үздіксіз тыйымдар мен байланысты ел.
Бір кездері Солтүстік Кореяға баруды мақсат еткен туристер жылдар бойы виза сұраумен болды және рұқсат ала алмайды. Ким Чен Ын иеліктерін ашу бақытына ие болғандар тек гидтің тұрақты нұсқауымен рұқсат етілген орындарға ғана барады және шетелдіктерге көруге болатын нәрсені ғана көрсетеді. Пхеньян елдің астанасы болып саналады және американдықтар, оңтүстік кореялықтар мен журналистер үшін толығымен жабық. Әлемнің қалаған тұрғындары теория бойынша қалаға баруға болады, бірақ алдын ала виза ғана емес, сонымен қатар арнайы шектеулі туристік топтан орын алады. Қатаң жағдайларға қарамастан соңғы кездері байқалған жеңілдіктерді атап өтуге болады. Бұрын туристерден ұялы телефондарды тікелей кеденде тартып алған. Енді оларды қадағалауға болады. Дегенмен интернет сияқты ұялы байланыс болмайды. Және сіз гидтің рұқсат еткенін ғана түсіре аласыз. Әйтпесе турист жазаға тартылады. Дереу депортациядан түрмеге қамауға дейін және тыншылық жасады деген айып тағылады. Бірінші орында Саров, Россия. Саров Ресейдің атом өнеркәсібінің орталығы және елдің маңызды қорғаныс объектісі. Сондықтан қалаға кіру өте қиын. Тек арнайы билеттер Саровқа жол жүруді қамтамасыз ете алады. Бірақ олар тек қала тұрғындарының ең жақын туыстарына беріледі. Мысалы, ата-аналарына немесе балаларына берілуі мүмкін. Саровтардың 50% атом зауытында жұмыс істейді, ал қалған 50% мектептерде, дүкендерде, ауруханаларда және басқа да нысандарда жұмыс істейтін отбасыларынан тұрады. Бір қызығы саровтықтардың көптеген тұрғындары елден кете алмайды және демалыста шет елдерге де бара алмайды. Үлкен атом зауытынан басқа Саровта қасиетті орын, монастырь, шіркеу, туннельдер, лабиринттер, жер асты қаласы орналасқан дейді. Бұл жер асты сарайының бірнеше қорғаушысы бар деп есептелінеді, бірақ олар қоғамнан жасырын және көлеңкелі өмір сүруде. Саровтардың арасында қауес еткен сенсек, Саров үңгірлерінде жер астында монахтар құлшылық кезінде қайықпен жүзетін көл бар делінген. Бірақ оның бар жоғын білетіндер аз көрінеді. Сіз осы құпия қалалардың бірінде болғыңыз келе ме? Егер осы құпия қалалардың бірінде болсаңыз, комментарийға жазып кетсеңіз болады.